Саламатсыздар ма оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз Александрия кітапханасы. Сабақтың мақсаты естулердің мағыналық түрлерін ажырату, түрлендіріп, қолдану. Александрия кітапханасы атағы жер жарған бұл кітапхана көненің көзі әрі антикалық мифтердің ғылыми және мәдени орталығы саналады. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдың бас кезінде Александрияда көрнекті ғалымдардың қатысуымен Птолемей әулетінің алғашқы 2 патшасы негізін қалаған. Алғашқы кездері Египетте кітапханалар ғибадатханаларда салынған және оларға абыздар қарауылдайтын болған. Ол кездері кітаптардың пішіні орам тәрізді болған және папирустардан жасалған деседі. Өз заманында Александрия кітапханасы ең алып кітапхана саналып, онда 750 мың шиыршық жинақталған екен. Ең ежелгі кітапханалардың бірі Александрия кітапханасы 2 рет өртелген. Кітапхананың жер бетінен мүлде жойылуының нақты себебі әлі зерттеліп болған жоқ. Адамзат баласының бір-бірімен жүргізген соғыстарын нәтижесінде бір кездері өркениет орталығы болған кітапхана жермен жексен болды. 20 ғасырдың соңында ЮНЕСКО ұйымы көптеген елдермен бірлесіп кітапхананы қайта қалпына келтірді. Кітап қоры толықтырылды. Оқушылар, біз үстеу деген тақырыпты толық аяқтаған болатынбыз, ендеше оның мағыналық түрлерін еске түсірейік. Мезгіл үстеулері, мекен үстеулері, мөлшер үстеулері, сын қимыл үстеулері, күшейткіш үстеулері, мақсат үстеулері, себеп салдар үстеулері болып, 7-ге бөлінетін еді. Мәтінге зейін қойып тыңдаңыз, қарамен белгіленген сөздерге назар аударыңыз. Бірде аяғы анасы құр босқа отырмай сабағыңды оқысаңшы деді. Ол қолына қазақ тілі оқулығын алып, жаңа тақырыппен таныса бастады. Бір кезде көзі қожа амалсыздан кінәсін мойындады деген сөйлемге түсті. Ая сыныбындағы ең белсенді оқушылардың бірі болатын. Қазір қашықтан оқытуға көшкелі сабағына немқұрайлы қарап жүр. Бұл әрекетінің дұрыс емес екендігін түсінді. Сондықтан болар кітаптың біраз бетін оқып тастады. Балалар, сендер де Ая сияқты жауапкершілікті сезінсеңдер, мұншама тақырыптан тыс қалмайтын едіңдер. Оқу тапсырмасы: қарамен белгіленген үстеулердің орнына мағынасы жуық басқа үстеу қойыңыздар. Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін міндетті түрде кері байланыс жасаймыз. Маған бүгінгі сабақ қызықты болды, себебі маған бүгінгі сабақ түсініксіздеу болды. Өйткені